60 күндік челлендждің 15-ші күні. Қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Гаухар боламын. Ең бірінші жылы су ішуден бастаймын. 1 стакан немесе 2 стакан су ішіп аламын. Осылай жылы суымды ішіп, дәптерімге өзімнің жоспарларымды, армандарымды жазам, аффирмацияларымды жазамын. Өзім жайлы сіздерге айта кетсем, менің есімім Гаухар, жасым 38-де, 3 баланың анасымын, қазақтың қарапайым келіншегімін. 15 жыл үй шаруасында, бала тәрбиесінде отырдым, үйде үй бекесі болып. Бар уақытымды, махаббатымды отбасыма, бала-шағама, жолдасыма бөлдім. Ал жақында жұмысқа шықтым. Және де ютубтан осындай канал аштым. Әрине қобалжу бар кішкене. Сондықтан мені қолдап кетсеңіздер, қазірде менде 24 оқырман, алдағы уақытта өте көп оқырмандар жиналады деген үміттемін. Сондықтан маған жазылыңыздар, маған қолдау білдіріп кетсеңіздер, мен қатты қуанатын едім. Ал жаттығуымды да бастап кеттім. Міндетті түрде жарты сағат осындай жаттығу жасаймын. Ерте жаттығу жасайсыздар ма? Комментарияға жаза кетіңіздер. Негізі айтып жатады ғой, таңертең жаңа 5000 қадам, 10.000 қадам жүру керек, таңертең жаттығу жасау керек деп, соның барлығын жасауға тырысып жатырмын. Жаттығуларымды осы YouTube каналдан кез келген видеоны қойып, осылай жаттығуды жасаймын. Жаттығымды жасап болдым. Енді таңғы асты дайындауға кірістім. Таңғы асымыз осындай қарапайым, қызанақ, қияр, нан мен май және де жұмыртқаны қуыратын боламын. Үлкен қызым Ақмаржан 11 сыныпта оқиды. Ортаншым Мейрамбек балам 8 сыныпта оқиды. Бұлар таңертең оқиды. Кішкентайым Бақдәулет, ол түс қайта оқиды. Ол қазір ұйықтап жатыр. Бақдәулет балам 2 сыныпта оқиды. Осылай таңғы асымызды ішіп, балаларымды әкесі мектепке алып барып тастайды. Мен ыдыстарымды тез жуып, ас бөлмемді тазалап, өзім жұмысқа шығатын боламын. Ас бөлмемді тазалап болдым. Енді жұмысқа баратын боламын. Егер менің видеом ұнаса, маған жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Күндеріңіз сәттілікке тола болсын.